Братишка, как ты? Шүкір Аллаға аман есен. Че там? Бәрі дұрыс па? Дұрыс. Өзіңде? Бәрі шүкір Аллаға. Бәлә, сен кіріп едің, маған жаман жазып кетті ғана. Не дейді мына? Халалымның жылдызы дей ма, не дейді саған? Бля, жастартына. Дос, қанша победа айтшы, сразу айтшы. Өзің айтшы. 3 победа ма? Жасап тастаймыз, смело. Go. Достар, кеттік, тоқтамай лайк басамыз каждый. Тоқтамай лайк керек, достар. Максимально лайк керек. Бюжай, не болды саған, бля, бәрі айтып жатыр ғой, өзгеріп кеттің. Қала, привет. Не болып отыр, өміріңде өзгеріс болып отыр. Охо, Жасмин, рахмет. Жасмин айтпадың ғой сен жана, Жасмин сен айтпадың ғой жана, не екен? Достар, тоқтамай лайк басамыз, каждый адам, тоқтамай лайк. Бюжай бар ғой, Бюжайды вообще на. Максимально лайк керек, достар, максимально. Біздің теңіміз емес. Лайк көңілдер алда келеді ғой, просто 100 очко атып жіберді. Максимально басып жіберді. Жасминге тіркелеміз, достар. Достар, кетік. Сабина, рахмет. Бюжай, конкретно бар ғой, біреу саған қалаулым, малаулым деп маған айтшы, біләт, өзім-ақ періп алам. Ой, шешесіз. Сташа, малдармен малумен. Ой, малдар емес, конкретно нақшы. Нормально жігіт қойшы, айтып отыр ғой. Не деген адамсыңдар еш? Ассалаумалейкум, рахмет, Аргония. 4 адам, 4 роза. Жасмин, сен танымадым мен сен, түрің таныс бұра. 4 адам, 4 роза, достар, 4 адам, 4 роза. Ай, Жаслан, брат, ассаляму алейкум, Жасмин, рахмет. Күл, Атырау, Адылше, рахмет. Достар, кет. Енді 2 роза, достар, енді 2 роза. Достар, лайкты да аямайықшы, лайк. Наруто дейді, ой, бір адам берсе болды. Наруто Саске дейді. Достар, бір адам берсінші, бір адам, бермеген бір адам. Ё-майо, бір адам. Ай, Адлет, красавчик, Жасмин, рахмет. Достар, 2х енді. Жасмин, бағанағындай бір корона керек. Удвоение бар ма, удвоение, достар, удвоение бар ма бірінші? Дың дегізі керек, достар, дың дегізі керек. Любой подарок екіншіден, достар, любой подарка. Бюжай анам. Любой подарок. Маска ма бетіңдегі? Достар, екі Не болды, ауызашарға шақырам деп шақырмадың ғой? Ой, біздікілер босанмай жатыр ғой. Достар, кет. 2х, ей! Жан-жақта жүр. Ё-майо, корона. Осыдан 1 жыл бұрын менде базарға барған кезде киім алайын деп бір бутикқа кірем. Сөйтіп шорты мен футболка алам. Сөйтіп жаңағы ішіндегі тәте мені танып қалады да, маған реклама жасап беріңізші деп айтады. Мен все хорошо деймін. Жаңағы ақшасын төлейін деген кезде, 15 мың теңге төлейін деген кезде, реклама жасаған кезде сол кезде расчеттасамыз дейді. Все хорошо деп алып кеттім, номерін алып қалдым, и мен өзім бірінші жаздым. Мен Нуркамын деп. Сөйтіп маған вообще ответ қайтарған жоқ сол номермен. Сөйтіп маған 1 жылдан кейін жазып тұр, бүгін жазып тұр, ито. Құдай жазаңды берсін, мен саған жазғанмын, сен маған ответ қайтармайсың, 15 мың теңгені алып қашып кеттің дейді. Енді мен 15 мың теңге зат алып қашып кететін адам емеспін, біріншіден. Екіншіден, ол маған инстаграмнан жазған екен. Инстаграмнан қандай аккаунтпен жазғанын білмеймін, маған сөйтіп жазды, енді өзі солай жазды, білмеймін, жазды ма, жазбады ма. Мен иногда дайрект тексермеймін да, маған сол номермен, өзінің номермен WhatsAppта жазса, мен ответ қайтаратын едім. Вот адамдар кейде осындай арсыз болады екен да, бір нәрсенің байыбына жетпей жатып, қарғап, сілеп, ужас вообще. Қалайсыздар, қызым дүниеге келеді деп ремонтты бастаған болатынмын, но біздің ремонтымыз абой осылай болып жатыр, осылай жабыстырып қойып, потом мына жерден бастап примерно натяжной кетеді подсветкасымен. Потом TV зонамыз дайын біздің, терезеден және перделер түседі. Потом люстралар ауысады, спальня түседі гарнитурмен. Жалпы мына бөлме енді гүл болайын деп тұр. Мен барлығын посты салам деп ойлаған едім. Бірақ енді қазір сала беруді жөн көрдім, чтобы сіздердің де идеяларыңыз болса, мен оқимын ғой, тағы қарап бір өзгертіп қаларым деген ниетте. И то онымен ғана қоймай, мен кухня гарнитур алдыртайын деп жатырмын. Ол жаққа да натяжный жасатып, ол жақта да андай күшті бір ремонт жасайын деп жатырмын, чтобы қызым келгеннен кейін комфортный үйге кірсін деген ниетте. Сондықтан Нурканың босанатын уақыты уже жақындап қалды. Енді өзі айтар қай кезде босанатын. Сондықтан да маған барынша ремонтты тездету керек болып тұр. Ремонт жасау өте қиын екен. Мен үйге мынандай картинкалар алып қойғам ғой. Мен не үшін алғанымды примерно мен Нурка ғой.
сөйтіп өзім қуып қалатын әдетім бар. Өзі қатты кірісіп кетсем ше не аларымды білмеймін да, алып қоямын. Мынаны қарасаңыздаршы, не дейді мынау, будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня дейді. Ойбай, мынаны не үшін алғанын вообще білмеймін. Азында тұрған кезде мотивацияға толып алу үшін шығар, енді білмеймін. Сіздер мына қызықты қараңыздар. Правило дома дейді, в этом доме мен счастливый дейді. Мына тұрған, жазылып тұрған сөздердің бәрі біздің тұрып атқан өмірлік тұрмысымызға қарсы ғой. Қақтан біз күнде қырылатынымыз. Білмеймін енді не үшін алғанымды. Өшін жындым мен негізі бар ғой. Алай беремін, қатты кірісіп кетсем, мына жер келем, мына жер келем деп алай беретін әдетім бар. Сөйтіп алып алғам. Сол, басқа не жаңалық өздеріңізде. Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн или кеш. Бүгінгі күндеріңізге, кештеріңізге сәттілік, удачи, ауыздарыңызды жақсы ашып алыңыздар. Ал мен жұмыстармен, шаруалармен жүрмін. Көптеген адамдар уайымдап, мен іздеп кеткен екен, депрессия болып кетті ме деп. Жоқ, ешқандай депрессия емес. Барлығы жақсы, барлығы өте керемет. Осындай погодада қандай жаман болсын настроение деген. Дәл қазір мынау неден мешіттен шықтым. Сонымен ары қарай жұмысқа кірсем, осы уақытқа дейін де бір жұмыстармен жүрдім. Қолымда блокнотым. Дәл қазір дальше получу өзімнің жұмыстарыма кірсем. Так, енді шаш қалай болып тұр? Кайф болып тұр ғой. Точно кайф болып тұр ма? Точно. Вот. Короче, қазір мынандай видео түсіреміз. Типа, я до тебя деген. Ол не деген сөз? Қазақша. Саған шейін ба? Саған дейін деген. Это типа, мысалы мен айтамын, мен саған дейін мынандай болмаппын. Сен пайда болғаннан кейін осындай болдым деген сияқты. Тәуінді ғой, түсіндің ба, түсінбедің ба? Түсіндім. Болды, қазір бастаймыз сонда. Кет бұрал. Сіз бірінші болдыңыз ғой. Мен саған дейін ешқандай балаға ұзақ уақыт қарамағам, памперсін ауыстырып, сүт беріп, тамақ беріп, тышып қойса бүйтіп влажный салфеткамен сүртіп, ешкім бүйтіп қарамағам. Мен сізге дейін қатты таяқ жемеген. Енді басқа кімнен таяқ жейсің? Қуасың ба? Сен қалай адам? Детская травмаң бар ма? Мен саған дейін кішкентай бір очкаң болса, қандай кайф екенін білмедім. Мен сізге дейін бұндай правиласыз, правила қойып жүрмеген, короче. Қандай правила? Айтып жүрсе енді? Әртүрлі, да? Короче, уақыт бойынша жүретін правила, түшу дегендей, да? Нормальный зат.